Жетінші лекциямыздың тақырыбы инклюзивті білім беруде инновациялық тәсілдерді жүзеге асыру жолдары, жаңа ақпараттарды қолданғанда күтілетін нәтижелер. Инклюзивті білім беру қоғамның жаңа талаптары, бағалау қызметі, инклюзивті білім беру жүйесін бағалаудың рөлі, психологиялық педагогикалық қолдау, қазақстандық білім беру жүйесіндегі қиыншылықтар, баға оқушыларды сұрыптау құралы емес, жаңа ақпаратты құралдарды қолданғанда күтілетін нәтижелер. Инклюзивті білім беру қазіргі заман талабы. Инклюзивті білім беру әрбір баланың білім алу құқығын толықтай жүзеге асыруға бағытталған жүйе. Оның ішінде ерекше қажеттіліктері бар балалар да бар. Бұл жүйе балаларды әлеуметтік, мәдени және білім беру ортасына шеттетуге емес, барлығына тең мүмкіндіктер жасауға негізделеді. Инклюзивті білім беру туралы сөз қозғалғанда, оның маңыздылығы күн өткен сайын артып келе жатқандығын атап өтуіміз керек. Әлем бойынша және біздің елде білім берудің инклюзивті моделін енгізу қоғамның сананың дамуына жаңа кезеңнің бастауы болып отыр. Бұл модель барлық оқушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, олардың білім алу процесіне тең мүмкіндік береді. Инклюзивті білім беру әрбір баланың әлеуетін дамытуға, олардың мүмкіндіктерін жүзеге асыруға жағдай жасайды. Осы арқылы қоғамдағы теңсіздікті азайтуға, түрлі кемсітушіліктерге қарсы күресуге, мүгедектігі бар балаларды қабылдауға және оларды құрметтеуге бағытталған маңызды қадам болып табылады. Инклюзивті білім беру жүйесі тек қана арнайы қажеттіліктері бар балаларға ғана емес, сонымен қатар барлық оқушыларға білім беру процесінде өзара түсіністік пен ынтымақтастықты үйретеді. Бұл балалардың арасында әлеуметтік байланыстарды нығайтып, әртүрлі толеранттылықты қалыптастырады. Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларды психологиялық педагогикалық қолдау маңызды рөл атқарады. Психологиялық педагогикалық қолдау мамандардың жүйелі ұйымдасқан біртұтас әрекеттерінің барысында әрбір баланың білім беру тәрбие үдерісінде өз мүмкіндігінен қажеттілігіне сәйкес табысты оқу мен даму үшін қажетті әлеуметтік психологиялық педагогикалық қолдау балаға көмек көрсетудің ерекше түрі ретінде қарастырылады. Бағалау қызметі. Инклюзивті білім беру жүйесінде бағалаудың рөлі. Бағалау қызметінде психологиялық және педагогикалық қолдау көрсетудің екі бағыты көрсетіледі. Бірінші, білім беру ортасын баланы оқыту мен дамыту және бағалау жүйесі арқылы оның даму деңгейін бағалауға қоятын талаптары көзқарас тұрғысынан талдау, оқушылардың бұл санатын психологиялық педагогикалық қолдаудың нысаны оқу жетістіктерін критериалды бағалау үдерісі болып табылады. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды психологиялық педагогикалық қолдау түрлі мамандардың, мектеп дәрігерінің, басқа мұғалімдер мен ата-аналардың өзара тығыз әрекетін білдіреді. Өзектілігі. Өзекті балада оқытуды осыған дейін пайда болған қиындықты шешуге бағытталады. Перспективалы бағыт. Оқуда болуы мүмкін ауытқуларды ескеру және алдын алуға бағытталады. Олардың қызметінде өзара байланысты және оларды ескеру қажет міндетті үш компонент бар. Бірінші, бала дамуының диагностикасы, яғни психикалық, тұлғалық, әлеуметтік диагностикасы. Екінші, түзету дамыту бағыттылығының жеке топтық сабақтастығының бағдарламаларын іске асыру. Психологиялық педагогикалық қолдау. Ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалауды психологиялық педагогикалық қолдау төменділерге бағытталуы тиіс. Психологиялық педагогикалық қолдау ерекше шығармашылық ахуал құруды және балаларға таңдау жағдайын ұсынуды білдіреді. Мұндай жағдайлар оқушылардан білімді, икемділікті ғана емес, сондай-ақ рефлексия тәжірибесін, шешімді өздігінен қабылдауды, ерік пен мінезін байқатуды талап етеді. Баланың денсаулығын және дене күшін қолдау. Бірінші, бала өмірінің денсаулық сақтау тізімін ұйымдастыру. Балаларға гуманистік өзара әрекеттеуіне жағдай жасау. Балалардың қолы бос кезіндегі әрекеттерге жеке қабілеттерін байқатуларын қолдау. Оларды жеке таңдалған қимылдық белсенділіктерге
денсаулықты нығайтатын сабақтарға қатыстыру, тәртіп түрін саналы түрде таңдауына көмектесу, балалардың зерде дамуын қолдау, әрбір баланың танымдық ерекшелігін анықтап дамыту, баланың жанұясын қолдау, жанұялық қатынастарды зерттеу, олардың үйлесімді болуына көмек көрсету. Оқу әрекетінің табысты болуы үшін жағдай тудыру, баланы қарым-қатынас саласында қолдау. Дамуында мүмкіншіліктері шектеулі оқушыларды психологиялық, педагогикалық қолдау, психологиялық медициналық педагогикалық кеңестің қорытындысы мен ұсынымдарына негізінде ұйымдастырылады және білім беру ұйымдарына штаттағы мамандармен, арнайы педагог, психолог, логопед, мұғалім, әлеуметтік инклюзивті білім беру кабинетінің мамандарымен, сол сияқты арнайы білім беру ұйымдарының педагогтарымен келісім шарт негізінде жүзеге асырылуы мүмкін. Қазақстандық білім беру жүйесіндегі қиыншылықтар. Оқыту сапасы мониторингімен бағалау іске асырылмайды. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың білім мен біліктері критериалды балаларын бағалаудың нақты индикаторларының жоқтығы, ерекше білім беруге қажеттіліктері бар балалардың оқуында туындаған проблемаларды жою бойынша перспективті шаралардың жеткілікті қабылданбауы, оқушының денсаулығына, оның моральдық, психологиялық жай-күйі мен әлеуметтік жағдайына байланысты болуы, бұлар төмендегі проблемаларды туындатады. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың көпшілігі жеткілікті қамтамасыз етілмеуі салдарынан олардың әлеуметтік мүмкіндіктері асырылмайды. Әлеуметтік бейімдеу механизмдері нашар іске асырылады. Нәтижесінде девиант мінез, қылмыс, суицидтердің саны кемімейді. Мұндай жағдайда төмен функционалды сауаттылық қалыптасады, олар жұмысқа орналасуда қиындық кездеседі. Назарларыңызға рахмет.